Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйдегі бар нәрселермен үй жағдайында 15 минутта жасалатын өте дәмді және де өте жұмсақ болып шығатын пирогты жасайтын боламыз. Осы рецептпен пирогтарыңызды дайындап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантты қосамыз. Қант пен жұмыртқа өте жақсы араласқанша және де қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып шықтық. Байқап қарасаңыздар, масса 2 есеге ұлғайған. Енді осының үстіне қаймақ қосамыз. Бізге 2 ас қасық қаймақ қажет. Енді осының үстіне сұйық май қосамыз. Осы пирогты дайындау барысында осы пирогқа қандай заттар қосылды және де қандай мөлшерде қосылды видеоның астына жазып кететін боламын. Енді барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне ұнды қосамыз. Ұнды міндетті түрде илегіштен өткізіп қосамыз. Ұнымыздың үстіне 1 чай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін массаны формаға салатын боламыз. Форманы алдын ала маймен жағып шығамыз, жабысып қалмас үшін. Формаға құйып болғаннан кейін 2 жәнінен бірнеше рет қағатын боламыз, біркелкі болу үшін. Және де осы күйінде пісіріп алсаңыздар болады, немесе үстіне кез келген жемісті жидекті салсаңыздар болады. Мен смородина, яғни қарақатты қосқан болатынмын. Қарақатты қосып болғаннан кейін оның үстіне кішкене крахмал себетін боламыз. Және де қызып тұрған 170 градус духовкада 15 минут көлемінде пісіріп аламыз. Пирогтың піскен-піспегенін білу үшін пісіру кезінде зубочистканы батырып көреміз жан-жағына. Батырған кезде егер зубочистка таза болып шықса, яғни біздің пирогымыз дайын деген сөз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. 15 минут көлемінде пісіп шықты. Және де пирогтың бетіне қант ұнтағын, яғни сахарный пудра қосамыз. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, және де сұрақтарыңыз болса, комментарий жаза кетсеңіздер болады. Осы рецепт бойынша пирог жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын.